Қайырлы күн, құрметті менің студенттерім. Бүгін сіздермен Лебег интегралына байланысты есептер шығаратын боламыз. Бірінші есебіміз let E be measurable set in this interval AB, then prove that the Lebesgue integral of the characteristic function of this set E. Function of the set E is this one, AB, characteristic function of E. It is equal to measure of this set. So now question is how to prove this. Yeah, яғни бұны біз қалай дәлелдейміз? Берілген E қандай да бір жиын болсын, AB интервалынан алынған, онда біз дәлелдеу керекпіз. Осы E жиынның характеристикалық функциясы, мына түрде берілген функциясының интегралы, Лебег интеграл, ол осы жиынның өлшеміне тең екен, E жиынның өлшеміне тең екен. Енді осыны дәлелдеп көрейік. Solution. Бізде характеристикалық функция дегеніміз не? Характеристикалық функцияны біз simple function ретінде жазайық, яғни қарапайым функция ретінде жазып көрейік. Бұл бірге тең, егер функция характеристикалық функцияны, былай айтқанда мен характеристикалық функцияны өзімен жазып отырмын. Бұл бірге тең, егер x нүктесі E жиынына тиісті болса. Ал бізде нөлге тең, егер E жиынына тиесілі емес болса, яғни комплементіне тиесілі болса, AB минус E деп жазайық. Осындай болсын. Яғни біз қарапайым функция ретінде жаздық. Онда бізде қарапайым функцияның Лебег интегралын қалай есептейтін біз лекциямызда айттық. Яғни бір көбейтілген E жиынның өлшемі қосамыз 0 көбейтілген E жиынның AB-дағы комплементінің, яғни толықтаушының өлшемі. Енді біз білеміз, мынау B минус A-дан аспайды, яғни ақырлы жиын, ақырлы сан, оны 0-ге көбейтсек 0 шығады. Ал E жиынның өлшемін 1-ге көбейтсек, E жиынның өлшемін береді. Демек, біз дәлелдедік, E жиынның характеристикалық функциясының Лебег интегралы ол E жиынның өлшеміне тең екендігін біз көрсеттік. Енді келесі есепке көшейік. Екінші есебіміз let f be a non-negative bounded and the measurable function
measurable function on E. And the measure of those points, measure of those points where f of x is bigger or equal to c, not less than c, is equal to a, then prove that Lebesgue integral of this function of e is greater or equal to than a times c, where a is a measure of this set. Yeah? Yani bizge ne berilген? Bizde f функциясы берілген, ол теріс емес, шенелген және өлшемді функция болсын, ол еженнің үстінде анықталған. Yeah? Және осы функцияның мәндері с қандай да бір с нақты саннан кем болмайтын нүктелерінің жиынының өлшемі а-ға тең. Ондай болатын болса, осы функцияның еженнің үстіндегі Lebesgue интегралы а көбейтілген с деген саннан кем емес дейді. Осын дәлелдейік. Proof деп жазайын. Proof. Бірінші, белгілеп алайық. Жалпы еженнің қиылысуы бос жиын болатын екі жиынға мен бөліп алайын. Қиылысуы бос жиын болатын екі жиынға бөліп алайын. Яғни А бірігу Б. Бұл жерде, мысалы, А жиыны дегеніміз, ол x деген нүктелерді қамтиды. Біз Еден алайық, x деген нүктелерді қамтиды. Е жиыны f от x үлкен емес тең с-дан. Әнді және b деген жиын, ол бізде елің элементтерін қамтиды. Функцияның мәні бізде теріс емес, және с-дан кіші болатын. Яғни біз көріп тұрмыз. Әнді А мен Б жиынның қиылысуы бос жиын. Яғни осындай Е жиынын біз екіге бөліп аламыз. Ондай болатын болса, біз bounded, non-негатив функциялардың Lebesgue интегралдарының біз қасиеттерін өткен едік. Сол қасиеттердің арасында бізде аддитивтілік қасиеті бар болған. Сол аддитивтілік қасиетті пайдаланайық. Lebesgue интегралын жазайық. E деген f от x dx тең болады А жиыны f от x dx. Бұл жерде аддитивтілік қасиетті пайдаланып жатырмыз. B деген жиын f от x dx. Бұл аддитивтілік қасиетті пайдаланған кездегі ең маңызды шарт ол мынау. Яғни екі жиынның қиылысуы бос болу керек, intersection. Енді біз білеміз, мынау f от x функциясы А жиынның үстінде ол с-дан үлкен емес тең. Яғни үлкен емес тең деп жазамыз. С А жиыны x қосылған бізде мынау нөлден үлкен емес тең. Яғни нөл деп жазамыз. Б жиыны x. Демек, бізде қарапайым функциялардың Lebesgue интегралын пайдаланатын болсақ, бізде бірінші интеграл ол с көбейтілген А-ның өлшеміне тең, ал екінші интеграл бізде нөл көбейтілген Б-ның өлшеміне тең. Енді біз білеміз,
аның мына а жиынының өлшемі неге тең еді? А жиынның өлшемі ол бізде аға тең еді. Демек, с көбейтілген а деген шығады. Ал бізде б жиынының өлшемін білмейміз, бірақ оны нөлге көбейткен кезде нөл деп алайық. Кейде осындай бір мына жерде нақты айтылмаған, мысалы бұл е жиынның өлшемі ақырлы немесе ақырсыз деп айтпағанда, сондықтан кейде мынау ақырсыз болып қалуы мүмкін, шексіздікке. Бірақ нөлге көбейткен кезде сондай бір келісім жасайық. Нөл деп ақырлы болса, онда бірден айтамыз, нөлге көбейтсе нөл болады. Бірақ шексіздік кезінде сұрақ бар. Сондықтан екі жағдайда да бұны нөл деп алайық. Бұны нөл деп аламыз. Нөл деп алайық. Сол кезде бізде интегралда f функциясының үлкен емес тең деген белгіміз бар, және с дегеніміз бар. Яғни біз көрсеттік f функциясының лебек интегралы кем болмайды, а көбейтілген с деген саннан. Есеп аяқталды. Енді келесі есебімізге көшейік. Келесі есеп бізде біршама күрделі. Яғни үшінші есебімізге келетін болсақ, бізде calculate деген лебек интегралды есептеу керек біз. 0 мен 1-дің арасында f от x егер бізде f от x функциясы мынандай жолмен табылса, ол x квадратқа тең, if x is irrational numbers bigger than 3/1, it is equal to x cubed if x is irrational numbers less than 3/1. It is equal to 0 if x is rational. Яғни есеп қалай? Мына интегралды есептеу керекпіз. Бұндағы f функциясы мынандай формуламен табылған. Ол x квадратқа тең болады, егер x деген иррационал сан болса, 3-тен 1-ден үлкен. Ал x кубқа тең болады, егер x иррационал сан болса, 3-тен 1-ден кіші. Бұл жерде 3-тен 1 деген алмаймыз, себебі 3-тен 1 ол рационал сан. Рационал сан, ал бізде рационал санда функцияның мәні нөлге тең. Сондықтан ана жерде тең деген жоқ. Енді бұны дәлелдеу үшін біз екі функцияның барлық жерде тең болса, онда олардың интегралдар тең деген ұғымды енгізу керек. Лекциямызда бұл нәрселерді қамтымадық, сондықтан осы жерде есептің алдында түсіндіріп өтейін. Бізде мысалы мынандай зат берілсін. F нөлге тең болсын, барлық дерлік жерде almost everywhere on e болсын. Онда біз көрсеткіміз келіп, бұның интегралдар нөл екенін. Енді біз былай алайық. E деген жиынды 2-ге бөлейік. A және B жиындары деп. Бұндағы A деген жиын ол X деген нүктелерді алады. E жиынны f от x тең 0 деген шартты қанағаттандырса, және бізде мынау берілген, және b деген жиынды алайық. Бұл жерде x деген элементтерді алады, f от x 0 болмасын, яғни 0-ге тең емес нүктелерін алайық. Өйткені барлық дерлік жерде ғой, демек кейбір нүктелерінде ол 0 болмауы мүмкін, және сол 0 емес нүктелерінің функцияның мәні 0 болмауы мүмкін, сол функцияның мәні 0 болмайтын нүктелердегі нүктелердің жиынының өлшемі 0-ге тең. Сондай жағдайда біз функцияның барлық дерлік жерде 0-ге тең деп айтамыз. Енді осыған қарай бұның өлшемі ол 0. Демек біз функцияны 2-ге бөліп жаза аламыз.
f от x функциясын екіге бөліп жаза аламыз. Ол нөлге тең егер ол x деген нүкте a жиынына тиесілі болса. Енді бір қандай да бір санға тең бола салсын деп байлайық. Мысалы, мынау нөлге тең емес жерде ол әртүрлі сандарға тең болуы мүмкін, бірақ біз жалпы бір санға тең бола салсын деп айтайық. Әйтеуір с деген санға тең, ол бөлемес характеристикалық функциясы құланбеге. Бұл жерде с нөл емес. Осындай бір не алайық, ақырлы сандар болсын. Ондай болатын болса, біз лебег интегралын есептейік. Осы функцияны, онда ол неге тең? Қарапайым функциялардың лебег интегралын есептеу әдісін пайдаланамыз, көбейтеміз аның өлшеміне және қосамыз с көбейтілген b-ның өлшеміне. Енді бұл жерде b-ның өлшемі нөлге тең, ал мынау нөлге көбейтіліп тұр. Тағы да жаңағындай осының алдындағыдай бір өзімізге ыңғайлылық пайдаланайық. Нөлге көбейткен кезде нөл болсын деп алайық. Пока что бізде бұл жерде бізде бар екен, бізде бар. Бірақ бұл жалпы теория, есепке ондай қатысы жоқ. Сондықтан пока нөлге көбейткен кезде нөлде бар. Онда бұл нөл болады. Демек, функция нөл болса, барлық жерде онда оның интегралда нөл деген нәрсені шығардық. Енді келесі қадам. Яғни бірінші қадамда біз мынаны көрсеткен едік. Интеграл f от x тең нөлге. Осы. Енді келесі қадамда f тең болсын g барлық белгілі жерде 10i-да болсын. Онда бұлардың интегралда тең екенін көрсеткіміз келіп тұр. Енді былай жазсақ, f minus g деп, онда бұл нөлге тең, барлық белгілі жерде 10i болып қалыпты. Онда біз бірінші қадамды пайдаланатын болсақ, бұның интегралы нөлге тең. Интеграл f minus g x тең нөлге. Бұл нөлге тең. Енді бізде функциялардың функциялардың интегралдарының сызықтылық қасиетін пайдаланатын болсақ, онда бізде f минус g тең 0 деген шығады. Ондай болатын болса, қарапайым операцияны пайдаланып, біз бұл екі интегралдың тең екендігін көрсетеміз. Яғни, екі функция барлық белгілі жерде тең болса, e жиынының үстінде. Онда e жиынының үстіндегі олардың интегралдары да тең екен. Енді біз есепте осыны қазір пайдаланатын боламыз. Ал енді көптен күткен сәт есепті шығарайық. Solution. Лебег интеграл x. Бұны біз екі аралыққа бөліп алайық. Мен былай жазғым келіп тұр. 0-ден 3-тен 1 деп бөлейік. X лебег интеграл деп жазған болыпты. Сосын қосайық аддитивтілік бойынша не? Мына жерде біреуін алмай-ақ қояйын не болса. Мына жерде былай істейік. 3
3'ten 1'den 1'ge дейін. Так, x. Бұл да бізде лебек интеграл. Кішкене түстіп жазайын. Осылай біз интегралды 2-ге бөліп алдық. Енді бізде барлық дерлік жерде деген нәрсені пайдаланамыз. Яғни f функциясы біз білеміз, что 0 мен 1-дің арасындағы рационал сандардың өлшемі 0-ге тең. Себебі ол саналында жиын, өлшемі 0-ге тең. Демек, осыдан басқа жерде, мысалы 0 мен 3-тен 1 аралығында рационал нүктесіндегі мәндерін қарамаймыз 0 деген. Ал иррационал нүктесінде ол бізде x-тің кубына тең. X-тің кубына тең, демек барлық дерлік жерде f функциясы x-тің кубына тең. Демек, бізде x кубтың лебек интегралын есептеу керекпіз. Қай жерде? Мысалы, мен жазайын, 0-ден 3-тен 1-ге дейін. Ал екінші бөлікте бізде лебек интеграл 3-тен 1-ден 1-ге дейін. Бұл жерде 3-тен 1-ден үлкен болып тұр. Яғни барлық дерлік жерде ол x квадратқа тең fx функциясы, демек интегралдары тең болады. X квадрат интегралдары тең болады. Енді бізде белгілі теорема бар. Яғни егер функция риман интегралданатын болса, бізде bounded function айттық бірінші. Сондықтан егер bounded функция, ограниченный, яғни шенелген функция мына аралықтардағы риман интегралданатын болса, онда ол лебек интегралданады, және олардың интеграл тең деген бар. Біз білеміз, x куб пен x квадрат ол бізде риман интегралданады. Демек, риманның интегралын жазамыз, 0-ден 3-тен 1-ге дейін x-тің кубы x плюс риман интегралы 3-тен 1-ден 1-ге дейін x квадраты x. Ал мынаны біз математикалық анализден бірінші курс, екінші семестрде интегралдарды есептеуді үйрендік. Сол интегралдарды пайдаланып біз мынандай шешім шығарамыз. Яғни мен бірден жауабын жазайын. 35-те 108. Яғни мынаны есептесек, андай жауап аламыз. Жақсы, бүгінгі сіздерге арналған есептеріміз осы. Егер есеп пайдалы болған болса, онда бармақ басыңыздар, пікір алаңына пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең бастысы біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.